Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басты жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүзнеws. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Түркілер Түркістанда бас қосты. Тоқаев пен Ердоған не туралы келісті? Фукидид тұзағы, Трамп Бейжіңге не үшін барды? Президентке сый, Тоқаевтың туған күні қарсаңында ЛРТ жұмысын бастады. Астарлы сөз, тіл тазалығы мен сленгтер. Ақ студияның қонағы жас филолог Арын Құнанбай. Енді ретретімен баяндайық. Осы аптада ел болып Ердоғанды күтіп алдық. Ата жұртқа келген оған көкте де, жерде де айрықша құрмет көрсетілді. Қасым-Жомарт Тоқаев оны қадірлі бауырым деп атап, өзі әлі қол қойып та үлгермеген Қожа Ахмет Яссауи орденін кеудесіне тағып жіберді. Режеп Тайып Ердоған бұл орденнің алғашқы егері. 001 деп ойып жазылған орденді таққан Ердоған бір тәуліктен соң сол Қожа Ахмет Яссауи тыныс тапқан мекенге Түркістанға барған. Бұл жайында сәл кейінірек. Ал қазір Астана мен Анкара арасындағы келісімдер туралы. Бұл сапардың басты құжаты мәңгілік достық туралы декларация. Әдетте мемлекет аралық құжаттарда мәңгілік деген сөз сирек қолданылады. Соған қарағанда қазақ-түрік қатынасы жаңа қарқынға бет алғанға ұқсайды. Өткен жылы екі ел арасындағы тауар айналымы едәуір өсіп, 5-4 миллиард доллардан асқан. Алайда бұл үміт тұтатын меже емес. Режеп Тайып Ердоған алдағы уақытта арадағы алыс-берісті 15 миллиард долларға жеткізуге емеурін танытып отыр. Бұл ретте ең үлкен перспектива Транскаспий халықаралық көлік бағыты, яғни орта дәлізде жатыр. Бұл дәліз Қытайдан басталып, Қазақстан, Каспий теңізі, Әзербайжан, Грузия және Түркия арқылы Еуропаға шығады. Ормыз оқиғасы геосаяси жағдайды өзгертті. Ресей арқылы өтетін солтүстік дәліз санкциялық проблемаға ұшыраса, Ирандағы шиеленіс оңтүстік дәлізде блоктады. Енді бар үміт тек орта дәлізде. Бұл дәліздегі контейнерлік тасымал тез өсіп жатыр. 2025 жылы шамамен 77 мың ТЕУ тасымалданса, 2029 жылға қарай оны 300 мың ТЕУ-ға жеткізу мақсаты қойылған. Және уақыт қысқаруда. Бұрын орта дәлізбен жеткізу 28-32 күнге дейін созылса, қазір 13-17 күнге дейін қысқарған. Бұл теңіз арқылы жүретін дәстүрлі маршруттармен салыстырғанда логистерге үлкен артықшылық береді. Қазақстан үшін Түркия соңғы нарық емес, ол бізге Еуропаға шығатын қақпа. Түркі бірлігі идеясына қатты сенген тұлғалардың бірі Мұстафа Кемал Ататүрік деседі. Күллі түркінің тұтастығы Мұстафа Шоқайдың да мұраты болатын. Ататүрік 1927 жылы парламент мінберінде тұрып, кеңестер одағы күндердің күні құлайды. Бірақ ол жерде біздің ағайындарымыз, қандас бауырларымыз бар. Біз солармен байланысты үзбеуіміз керек деген екен. Байланыс бар дегенмен туысқан мемлекеттер тонның ішкі бауындай қабысып та кете алмай жүр. Бауырластықтан көрі бәсекелестік басым, бірақ әлемнің саяси сипаты түркі бірлігіне түрткі болатын секілді. Кеше ғана 5 бауырлас ел басшылары Түркістанда бейресми саммитте бас қосты. Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия мен Қазақстан президенттері жасанды интеллект жайын талқылады. Жалпы түркі интеграциясы идеясына қазақстандықтар қалай қарайды? Сұрап көрдік. Жақсы қараймын. Алдағы уақытта енді халқымыздың болашағы үшін түркі мемлекеттес елдер бір болғанын қалаймын, қарсы емеспін. Жоқ, керек жоқ сияқты. Өзіміздің мемлекетіміз өзімізге. Негіз шын айтсам жақсы қараймын ғой. Болашақта Қазақстанға өте күшті ықпал тиеді ғой. Сол, басқа айтарым жоқ. Қуаныштымын Қазақстан алды қарай ұмтылып жатқанына. Даже если по истории смотреть, мы немножко всегда были ближе к Европе, и я все-таки думаю, я против того, чтобы объединились, потому что Казахстан все-таки отличается немножко. У нас другой менталитет, другой, воспитание, да. Я положительно к этому отношусь, то, что надо, чтобы все туркоязычные страны, чтобы они вместе держались, друг об друга, то есть в случае чего, чтобы какие-нибудь проблемы, чтобы решали все это вместе, да. Өзім жақсы қараймын, себебі түріктер, жалпы түркі елдер, олардың тарихы да бір десек те болады. Олардың көп салт дәстүрлері ұқсас болады. Жақсы ғой қайта бірге болған. Енді түрік мемлекеттері біргеміз ғой. Тілдеріміз бір, діндеріміз бір, бірге болсақ жақсы ғой. Қазір тем более қазіргі жағдайда көрші мемлекеттер не отқан, аяқ асты түрік деп отқаным ғой. Бірге болған дұрыс қой негізі. Иә, күш боламыз, тұрам боламыз, тигр боламыз. Қарсы емеспін. Әлемде бейбітшілік болған дұрыс қой. Қарсы емеспін, әрине. Бір-бірімен бейбіт өмір сүріп, бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, бейбіт өмірде сүргенге не жетсін? Түрік халықтарға ол да мұсылмандар ғой. Бұл жерде бірге
қалай ше бірге қалыптасып бірге тұрған жақсы ғой. Дініміз бір, бағытымыз бір. Негізі біріккен дұрыс. Бірігуіне қарсы емеспін, қолдаймын, екі қолымен қолдаймын. Негізі болашағы бар деп ойлаймын соның. Біз Түркістанда түркі бірлігін талқылап жатқанда әлем назарын Бейжіңге бұрған. Араға 9 жыл салып, Бейжіңге атпайлап аяқ суытқан мәртебелі қонақтың сапарына ханзулар да бейжай қарамапты. Оның себебін жаһандық бақ Трамп мінген ұшақтың салмағымен түсіндіреді. ақш президенті мінген алып ұшақпен сол елдің аузын айға білеген бай манаптары түгел келіпті. Кешегі кездесуге қарасаңыз, екі мемлекет бір-біріне комплименттерін де айтты, өте жарасымды, екі алпауытқа жарасатындай бір мәмілеге келгендей көрінді. Бұлар енді қазір идеология тұрғысынан емес, бұлар қазір мүдде тұрғысынан, экономика тұрғысынан, технология тұрғысынан бір-бірін бәсеке көреді. Бұлардың бәсекелестіктері өте жүйелі, бір-бірімен байланысты экономикалары. Классикалық мағынадағы соғыс бұлардың арасында болмайды деп мен ойлаймын. Тіпті Тайваньның аймағында да. Сондықтан да бұлардың мақсаты қазір мына шиеленісіп тұрған жағдайда Ирандағы, Украинадағы және де Тайваньдағы басқаратын бір формаға алып келу. Бұл өте маңызды, өйткені қарасаңыз Трамптың қолданатын құралдары, механизмдері өте мынандай транзакциялық деп айтуға болады, яғни пайдаға негізделген, идеологиялық емес, оған пайда керек, оған жаңа инвестициялар керек. Бұлар енді әлемді бөліс деп айтуға болмайды, өйткені қазіргі әлем өте қатты интеграцияланған, бір-бірімен байланысты. Сонымен қоса мына Американың одақтастары, Канада сияқты, Австралия, Еуропа сияқтылар, бұлар биполярлы әлемге, екі жақты әлемге дайын емес. Қытай да соншалықты әскери қуатты емес. Яғни Америка әлгінге шейін жүйе құраушы, жаһандық экономикада жүйе құраушы негізгі күш болып тұр. Америка әлсіреген кезде, Қытай әскери күшейген кезде, ол жағдайда біз осындай әлемнің бөлісі туралы айтуға болатын шығар. Осы келіссөздерден кейін разрядка бола ма, яғни бәсеңсей ме бұл бәсекелестік? Жоқ әлде керісінше жаңа бір бәсекелестіктің толқынын көреміз ба? Міне Трамптың бүгін ертең жасайтын мәлімдемелері тікелей байланысты болады. Тайваньға да қатысты, Иранға да қатысты нақты Дональд Трамптың мәлімдемелерін күтетін боламыз. Соған сәйкес алдағы айларда, осы жылдың соңына дейін, алдағы жылдарда бәлкім белгілі бір өзгерістерді болжауға болады. Қазіргі Трамптың жағдайы мына Иран соғысына кіріп алды да, оладан шығамай тұр. Сидің алдына кішірейіп барған туралы американ сарапшылар көп айтты. Соны компенсация жасау үшін бүкіл биг тек компаниялардың басшыларын апарды. Google, басқа Amazon басшылары барды, Американың ең бай адамдары барды деп айтуға болады. Бұлар енді осы кризистік жағдайды басқарудың амалы ғой. Яғни белгілі бір шешімдерге алып келу, прагматизм деп айтуға болады. Сөз арасында Си Цзиньпиннің Фукидид тұзағы туралы айтуы кездейсоқ емес. Ескіше айтқанда бұл өрлеп келе жатқан державаның биліктен кетіп бара жатқан державамен соғысуы. Ал ақиқатында бұл сапардың астарында жаңа ғасырдың ойын ережелерін кім жазатыны үшін үлкен күрес жүріп жатқан еді. Қайтып келе жатқан империя ол ақш, ал күші көтеріліп келе жатқан империя ол Қытай. Бұндай жағдайлар империялардың тарихында болып тұрады, әлем тарихында. Сонда, яғни Қытайдың қысымымен Америка белгілі бір қате жасап, бір жерде кризиске кіреді деген сыңай танытады. Осы себепті, қателесу себепті екі жақтың арасында соғыс басталады дегенге келіп саятын бір идея. Осыны Си Цзиньпин Трампқа көлденең қойды, яғни арамызда сондай болып кетпей ма, Трамп мырза деп. Трамп оған көп үндей қойған жоқ. Демек, бұлардың арасында бір түсініспестік болуы мүмкін. Трамп Фукидидтің не екенін де білмеуі де мүмкін негізі. Өскемендегі Казцинк зауытында болған жарылыстың жаңғырығы әлі басылар емес. Осы аптада тағы бір азамат Астанада ауруханада көз жұмды. Осылайша 5 мамырда болған апаттан қаза тапқандар саны 3 адамға жетті. Апталдай 3 азаматтың артында аңырап отбасы қалды. Анығы сол, кәсіпорынның табысы артқан сайын қаралы тізімде толғып келеді. Өткен жылы Казцинктің таза табысы $5 миллиард жетіпті. Осы көлгөсір табыстың көлеңкесінде ащы шындық жатыр. Зауыттың пештері өткен ғасырдан бері
бері жаңартылмаған. Соңғы болған жойқын жарылыста осы әбден ескірген, соңғы сөлі сығылған инфрақұрылымның салдары деген болжам басым. Айтпақшы, 30 жыл Казцинктің қызығын көрген швейцариялық Glencore активтерін сатып, Қазақстаннан кетпекші. Бұл империяны сатып алуға жаңа толқын бизнесмені 36 жастағы Шахмұрат Мүтәліп ниетті. Glencore экологиялық жүгін жас бизнесменге қалдырып, жауапкершіліктен оңай құтылып кете ме? Жаңа инвестор 50 жылдық ескі зауыттарды модернизациялай ала ма? Мұны уақыт көрсетеді. Меніңше кәсіпорынды шұғыл сатып алудың еш қажет жоқ. Алдымен экология мәселесін ретке келтіру керек. Шахмұрат Мүтәліптің әзірге сатып алуға қаражаты жетпейді деп ойлаймын. Инвестор жауапкершіліктен құтылып, жайына кете береді де, қазақстандық кәсіпкер экологияны өздері түзеу керек болады. Астанада ЛРТ құрылысы 20 жылдан кейін аяқталып пайдалануға берілмек. ЛРТ ресми түрде 17 мамырда ашылады. Бұл датаның Қасым-Жомарт Тоқаевтың туған күнімен тұспа-тұс келуі кездейсоқтық деуге келе қоймас. Тоқаевтан жиі мақтау еститін Астана әкімі Жеңіс Қасымбектің президентке сыйлығы сияқты. Хош, біздің халық мұндай саяси символикалардан мән іздеп жатпайды. Тек қытайлықтар құрастырған жүрдек пойыз жүріп тұрса бопты. ЛРТ-ның ұзындығы 22-де 4 шақырым, 18 станциядан тұрады. Транспорт таңғы 6-дан түнгі 23:00-ге дейін жүреді. Ал билет құны 200 теңге болмақ. ЛРТ жобасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында басталған. Арнайы компания құрылып, Талғат Ардан басшы болып тағайындалған. Ақыры бұл істің соңы үлкен жемқорлық дауымен аяқталды. 2020 жылы басталған ЛРТ ісінде 9 адам 5-7 миллиард теңге жымқырғаны үшін сотталды. Негізгі күдіктілер Қанат Сұлтанбеков пен Талғат Ардан елден қашып, сырттай сотталды. Ардан Түркияда ұсталғанымен әлі экстрадицияланбаған, ал Сұлтанбеков ақшта жүр. Қазақтың сөз мәдениетінде астарлап сөйлеу, тұспалдап, сын айту дәстүрі бар еді. Бүгінгі қазақ қоғамы соны жоғалтып барады. Бұрынғы қазақ мақтамен бауыздайтын, яғни бетке баспай-ақ әдемі жеткізген. Қазір керісінше мақтау да сында кейде шектен тыс тік айтылады. Бұл Жүз медианың ақ студиясына келген кезекті қонақ филолог, аға оқытушы Арын Құнанбайұлының бір үзік құнды пікірі. Сұхбаттың толық нұсқасын біздің YouTube арнамыздан көре аласыздар. Мазасыз ұрпақ деген жақында Степен Уорлдтан кітап шықты, Хайттың кітабы. Ол жерде сол мазасыз, ұрпақтың мазасыз болуы, зейін зердесінің шашыраңқы болуы осы әлеуметтік желіге, смартфонға телміру деп көрсетеді. Өйткені кітап оқымайтын, қысқа да нұсқа жалт-жұлт еткен контентке телмірген адам терең ойламайды дейді. Мына қиын күрделі негізі мен студенттеріме айтамын. Сендердің сорыңды қайнатып ертең түбіңе жететін нәрсе ол оңай тапсырған пән, оңай оқылған кітап, оңай жабылған курс, оңай өткен сабақ мұғалім деп айтамын да. Негізі жаңа ақпарат, жаңа білім ол қиын келу керек. Миға санаға салмақ күш түсіру керек. Миға шабуыл деп айтамыз, ол бір тактика. Ол егер оңай деген сөз, ол сіз дамымадыңыз, өспедіңіз, баяғы жарта, сол жарта өте шықтыңыз деген сөзді. Сол Норман Хайттың айтатын сөзі мынау, Дания мемлекеттері, Сингапур дейміз, оларда 16 жасқа дейін әлеуметтік желіге, TikTokқа кіруге, Instagramға, YouTubeға кіруге тыйым салынған заң бойынша, конституциясында. Күні кеше Түркия салды, мысалға. Неге десеңіз, тақыл-тұқыл контент. Сөзі де тақыл-тұқыл, ойы да тақыл-тұқыл. Жаңа Абайдың айтатын көңілсіз құлақ, ой құлақ дейтін сол. Аптаның айтары осы. Жүз медианы оқи жүріңіз. Жүз Ньюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.